Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Халықаралық Қазақ-Қытай тіл колледжінің жоғары сыныпты физика пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы біздің галактика. Сабағымыздың мақсаты біздің галактика, басқа галактикалар, квазарлар туралы түсінік беру, аспан әлемінің сырына үңілу, ғылыми дүниетанымды қалыптастыру. Бүгінгі сабағымызды мынадай жоспармен өткізейік. Астрономия нені зерттейді, галактика дегеніміз не, галактика түрлері, жұлдыздар мен күн жүйесі, қорытынды және үйге тапсырма. Итальяндық ойшыл, классикалық механиканың негізін салушы, астроном, әрі математик, әрі физик Галилео Галилейдің мынадай қанатты сөзінен сабағымызды бастағым келіп отыр. Табиғатты танудың ең сенімді құралы бақылау мен тәжірибе. Ғалам кеңістік пен уақыт бойынша шеті де шегі де жоқ бүкіл дүние. Ғаламды зерттеумен тікелей шұғылданатын ғылымның бірі астрономия. Астрономия сөзі гректің астро жұлдыз, номос ілім ғылым деген сөзінен шыққан. Астрономия аспан денелері туралы ғылым. Аспан денелеріне жататындар: галактикалар, жұлдыздар, кометалар, ғаламшарлар, метеорлар. Тұңғыш рет аспан денелерін жай көзбен емес, арнайы құрал, үлкейткіш оптикалық түтіктің жәрдемімен зерттеген итальян оқымыстысы Галилео Галилей болды. Ол 1608 жылы Голландияда денені үлкейтетін дүрбі жасалынғанын біліп, онымен түнгі аспанды бақылап көрейін деп шешті. Бар болғаны кішісі 3 есе, үлкені 32 есе ғана үлкейтетін оптикалық түтіктерді құрастыра отырып, ол ұлы жаңалықтарды ашты. Жалпы галактикалар бұл жұлдыздар, газ, шаң тозаңның бәрі бірге гравитация күшімен ұсталып тұратын ең ірі жұлдыздар жүйесі. Біздің галактиканың үлкендігі таңғаларлық. Ол 2 миллиард жұлдыздан тұрады және жуандығы 100 000 жарық жылын құрайды. Алайда бұл өзара ұқсас миллиондаған галактикалардың тек біреуі ғана. Ғарышта жұлдыздардан өзге алыс аспан денелері бар. Олар қара құрымдар, асқан жаңа тұмандық және квазарлар. Бізден сонау қашықтықта жатқан қаншама галактикалардың бары беймәлім. Үлкен дүмпу нәтижесінде кеңею мәңгі жалғаса беруі мүмкін. Немесе әлем қозғалысын бәсеңдетіп, ғалымдар үлкен қағылыс деп атайтын теория бойынша ішінен ауа шығатын шар тәрізді сығылуы мүмкін. Біздің галактикада 1 миллиардқа жақын жұлдыздар бар. Ол диск тәрізді болады. Галактиканың қалыңдығы 25 килопарсекке жақын, ал диаметрі 10 шақты есе үлкен болады. Біздің күн галактика ортасынан оның радиусының 3/2 бөлігінде орналасқан. Галактика ортасына жақындай бергенде жұлдыздар орналасуының тығыздығы өсе береді. Галактика ортасына жақын облыста жұлдыздардың саны шұғыл өседі. Бұл облысты галактика ядросы деп атайды. Галактика құрылысын жүйелі түрде зерттеуді 18 ғасырдың аяғында Гершель бастады. Ол өзінің жүргізген зерттеулері негізінде бақыланған жұлдыздар пішіні сопақ алып жүйе құрайды деп болжам айтты. Біздің галактика құс жолы деп аталады. Ол әлемнің кішкентай бір бөлшегі. Әлемде галактиканың саны шексіз. Құс жолы, яғни галактика, құрамына күн жүйесі және көптеген жұлдыздар енетін алып аумақты спиральді галактика. Ол шамамен 200 миллиард жұлдыздан, сондай-ақ жұлдыз шоғыры мен тобынан, газ бен тозаң тұмандықтарынан және жұлдызаралық кеңістікте таралған жеке атомдар мен түйіршіктерден құралған. Галактиканың негізгі түрлері: спиральдық, эллипстік, бұрыс галактикалар болады. Эллипстік галактикалардың түрі міне алдарыңызда тұр. Яғни өткен ғасырдың 20-шы жылдары американ ғалымы Эдвин Хаббл галактикалардың пішіні бойынша 3 топқа бөлген болатын. Жұлдыздарды
спираль бойымен орналасқан спиральді галактикалар, эллипсоид пішіндес эллипсті галактикалар, белгілі бір пішіні жоқ бұрыс галактикалар. Біздің галактика спиральді галактикалар қатарына жатады. Алдарыңызда спиральді галактикалардың кескіні. Андромед спиральді галактикасы, бұрыс галактикалар, квазарлар, радиосәуле шығарудың квазижұлдыздық көздері деген сөздерден қысқартылған. Квазарлар әлемнің ең энергетикалық қаныққан денесі. Жұлдыздардың шоғырлануы. Яғни жұлдыздар шашыраңқы түрде шоғырлануы мүмкін, шар тәрізді шоғырлану түрлері бар. Тұмандықтарға келетін болсақ, тұмандықтардың да түрлері көп. Алдарыңызда ат басы тұмандығы. Бұл ат басы тұмандығының жерден телескоп арқылы түсірілген суреті. Тұмандық Орион шоқ жұлдызында орналасқан. Мынау Лагун тұмандығы, Орион тұмандығы. Жұлдыздар әлемі өте әралуан. Кейбір жұлдыздар күннен 1000 есе үлкен көлем бойынша әрі жарығырақ болып келсе, алып жұлдыздар. Ал кейбіреуінің мөлшері мен шығаратын жарығының энергиясы күннен әлдеқайда аз болады. Яғни ергежейлі жұлдыздар. Жұлдыздардың жарқырауы да түрліше болады. Алтын балық шоқ жұлдызының С жұлдызы күннен 400 000 есе артық жарқырайды. Мына алдарыңызда тұрған С алтын балық жұлдызының кескіні. Күн жүйесі. Күн және 8 ғаламшар күн жүйесіне кіреді. Олар Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Міне сол планеталарымыз. Мына кескіндері. Және сонымен қатар метеор. Бұл ғарыштық дене. Оны жылдамдығы өте қатты. Күн. Күн жерге жақын жұлдыз. Күн үлкен шар, қатты ыстық беретін газдардан тұрады. Күн біздің жерден 109 есе үлкен. Күннің температурасы 6000 градусты құрайды. Бекіту сұрақтары. Астрономия нені зерттейді? Галактика дегеніміз не? Күннен жерге дейінгі қашықтық. Галактикалар неше топқа бөлуге болады? Біздің галактиканың жасы. Осы сұрақтарға дайын отырыңыздар. Және де тест тапсырмалары 5 сұрақтан тұратын тест тапсырмаларын алдарыңызға ұсынып отырмын. Бірінші сұрақ. Астрономиялық денелерге жататындар: жұлдыздар, планеталар, кометалар, аметистер. Екінші сұрақ. Ғаламға кірмейтіндер: жұлдыздар, планеталар, әлем, кометалар. Үшінші сұрақ. Астрономиялық ең негізгі зерттеу құралының атауы: микроскоп, телескоп, линза, окуляр. Астрономия неден пайда болды? Қызығушылықтан ба, физикадан, уақыт өлшеу үшін және аспан денелерінің қозғалысын бақылау үшін бе, жаңа материалды алу үшін бе? Бесінші сұрақ. Аспан денелері қозғалысын бақылауға арналған орынның аталуы: консерватория, обсерватория, амбулатория, лаборатория, акватория. Ал енді осы тесттің жауаптары алдарыңызда. Үйге тапсырма. 12-ші тарау әлем және оның эволюциясы бойынша 12-ші параграф біздің галактика. Назарларыңызға рахмет.